Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум достар. Қалай жағдайларың, қалай денсаулықтарың жақсы ма? Сонымен бүгін Каспийдағы боттарымыз жайлы айтып өтіп кетемін. Қандай боттарымыз бар? Қазіргі таңда біздерде Каспийда баға түсіретініміз бот бар. Кейін аналитикалық ботымыз болатын, оны пока тоқтатып қойдық. Себебі Каспий данный информацияларды беруді тоқтатып тұр. Соған байланысты аналитика қазіргі уақытта Telegram аналитика ботымыз жұмыс жасауды тоқтатып тұрды. Бірақ бағаларды түсіретін автоботымыз істеп тұрды. Соған қалай тіркелеміз? Және 5 күндік жаңағындай именно менің подписчиктарым үшін тегін істетіп қоям. Қолданып нетіп көрулеріңіз үшін достар, сіздерге қазір регистрациядан өтіп, техникалық жақтарына көрсетіп өтіп кетемін. Қандай товар қосу керек, қалай істету керек. Жалпы бұл бот кімдер үшін бірінші кезекте? Бот ең біріншіден, мысал үшін күнделікті жақсы өтетін тауар бар, конкуренттер бар, олардың да боттары бар конкуренттердің. 1 теңге күнде өзгертіріп отырады. Күндесіне, сағатына, минутына өзгертіп тұратындар бар. Жақсы өтетін тауарды. Сіз егер соған ерініп тұрып, бір күн өзгертпей қалатын болсаңыз, бір өзгерттім деп, қаншама продаждан айырылып қаласыз, Мысал үшін, әбетте бір рет өзгерттіңізді, әбетке дейін, мысалға 5 сағаттың ішінде 10 продажа болатын болса, 10 продажасы сіз емес, сіздің конкуренттеріңізге кетті осы товардан. Сіз бір продажаны алып қалдыңыз, бір рет қолмен ручной баға өзгерттіріп тұрып. Егер сіз осыны ботқа тапсырып жібергеніңізде еді, мысалға 2 сағаттың ішінде сіз 3 сағаттың ішінде, оларда да бот бар деп есептейік, 1-2 конкурентіңізде 3 сағаттың ішінде осы 10 заказдың мысалға 6-ауыны, 5-еуіні сіз алып қалуыңыз мүмкін да бұл жерде. Ал ботыңыз жоқтығына байланысты күніне білмеймін. 10 заказ, 20 заказдан да айырылып қалуыңыз мүмкін. Жаңағы тауардың маржасы жақсы, нормальный маржа қалып тұрды. Конкуренттеріңіз бірақ 1 теңгеден өзгертіп жатыр. Түсіндіңіздер ғой, Ал сіздің конкурентіңіз жоқ болса, әлі о сауда болмай атқан болса, ол товарда бірақ продавец болса, немесе 2 продавец болуы мүмкін, арғы продавец вообще бағаны өзгертпейді. Сіз бірінші орында тұрған болсаңыз, сізге бот керек емес. Бот ондайға көмектеспейді. Бот тек қана конкуренттерге, мысалға, алдыда жатады ғой, сол конкуренттерден алдыға лақтырып отыру үшін ғана сізге көмектесе алады бот. Түсінікті болды ғой, Жеке өзіңіз тұрған болсаңыз, жаңа бағаны өзгертпейтін конкурент болса, оларға бот керек емес, көмектеспейді оған. Қанды ішіп беретін конкуренттерге ботпен бот жауап береді, ботпен бот алысу керек. Ал оларда бот бар, сізде жоқ болса, ол мүмкін емес, достар. Ол Каспий арқылы кіріп, 20-30 рет ручной өзгертіріп отырсаңыз, уақытыңыз соған кетіп қалады. Лучше ботпен ботты қою керек. Мысалға сіз боттан бір айға 20 000 теңгені қызғанып, может 200 000 теңге пайда кетіп жатқан шығар. Тауарларыңызды қарап көріңіз. Мысалға оның үстіне 30 тауардан 120 тауарға дейін сізде болса, конкурент міндетті түрде болады. Жақсы өтіп тұрған тауарларыңыз қазіргі уақытта не үшін жақсы өтпей қалды? Соларды да бір қарап көріңіз. Маржасы жақсы болып тұрған. Енді регистрация ету жағына көрсетіп кетем. Жалпы біздердің сайт, бот орналасқан сайт Market Business KZ болады. Міне, экран записқа қоям. Достар, кеттік, міне. Запись ете бастады. Market Business KZ. Міне, Market Business KZ-ке басамыз. Мынандай болып шығады сіздерде. Сіз регистрация етуіңіз керек мына жерде. Мысалға, өзіңіздің нөміріңізге, Бұлай регистрация етеміз. Телефон нөміріңізді жазасыз. Мысал үшін мен өзімнің қазір менеджерға қатысты нөмірді жазам бұл жерде. Каспий магазинға тіркелмеген нөмір болса да болады бұл жерде. 775 698 05 31
535. Бірақ телефон арқалы кіретін болса, обязательно Каспи магазинға кірген аккаунтыңыздың нөмірін енгізесіз. Егер сіздікі екі түрлі способ бар, Каспиға кіру. Бірі email почта арқалы кіру, екіншісі телефон арқалы. Соңғы регистрациядан өткендер, соңғы 2 ай 3 айлықта оларға почта берілмеген, тек нөмір арқалы ғана кіреді. Соның үшін сіз нөмір болса, нөмір арқалы кірсеңіз болады. Так, 775. Енді мына жерге пароль ойлап табасыз. Простой пароль қоясыз ба, өзіңіздің істетіп жүрген парольді қоясыз ба? Қарайсыз енді бұл жерде. Мен өзім қоям. Міне. Кешіріңіздер. Қазір мен мына жерде регистрацияны басуым керек екен. Регистрация. Қайттан записқа қоям бұны, экран запис, чтобы монтаж кезінде шатасып кетпейтіндей. Міне, маркет бизнес сайтына кіреміз, достар. Регистрацияны басамыз мына жерде. Регистрациядан кейін мына жерде, мысал үшін, мынандай болып шығады сіздерде. Каспиға тіркелген телефон нөміріңізді жазасыз мына жерге, себебі сіздің аккаунт өзіңіздің телефон арқалы кіретін болса, сол нөміріңізді жазасыз. Егер сіздікі email арқалы болатын болса, мына жерге нөмірді жаза берсеңіз болады, қалаған нөмірді. Жазамын мен. Менеджердің нөмірін жазам. 698 05 31 мысал ретінде. Атыңызды жазасыз мына жерде. Ат жөніңізді жазасыз. Парольді простой пароль қойып қоя берсеңіз болады. Өзіңіз постоянно істетіп жүретін. Регистрацияны басамыз. Мына жерге нөмірді жазамыз, мысалға 777. Мысал үшін регистрацияны басамыз. Неге қате кетіп тұрды қазір? Регистрация, телефон нөмір 777. Атыңызды жазасыз мына жерге. Пользовательдің. Так, осы жерде қайттан запись етейін. Қазір экранды тағы да шатасушылық болды. Так, Яндекс. Запись. Так, достар, маркет бизнес сайтына кіреміз. Маркет бизнес KZ. Регистрацияны басамыз мына жерден. Регистрацияны басамыз мына жерден. Әркім өзінің нөмірімен кіреді. Каспиге қосылған нөмір болса да, егер сіз соңғы пайдаланушы болсаңыз, сіздерге почта бермейді. 777 077 мысалға осы нөмірі. Имя пользователь, өзіңіздің атыңызды қоясыз.
парольге де мына жерге регистрацияны басасыз. Міне, регистрация болды. Достар, мына жерде оплатить деп тұрды. Біздерге осылай болып келсе, біздер сіздерге 5 күн тегін ашып беретін боламыз. Бірақ сіз комментарияға міндетті түрде өзіңіздің атыңызды жазып кетесіз, басқа еш нәрсе жазбайсыз. Сол аккаунт, сол түсінеміз, сол юзердің атына ғана мынаяқта ашып береміз. Комментарияға ескертіп өтем, достар. Комментарияға өзіңіздің атыңызды жазыңыз. Каспи бот деп қойыңыз. Болды, мен түсінем, мынаяқтан ашып береміз. Сіздерге 5 күн доступ, именно YouTube көрушілерімізге. Сосын настройка бот деген жері бар. Настройка ботқа өтеміз. Достар, настройка боттан мына жерде логин парольді жазасыз. Мысал үшін Каспиға кіретін логин паролыңыз. Каспи логин деп қоям. gmail.com пароліңізді жазасыз Каспидің мына жерге. Осылай пароліңізді жазасыз, телефон нөміріңізді жаздыңыз. Енді мына жерде қазіргі таңда Каспидан 2 түрлі жол арқалы кіруге болады. Нөмір арқалы және пошта арқалы. Егер сіз бұрынғы пайдаланушы болсаңыз, 1 жыл алдыңғы, жарты жыл алдыңғы болса, сізде логин пароль болу керек. Логин парольға таңдайсыз мына жерде. Қайсы арқалы кіреді сіздің аккаунтыңызға, Менің жағдайымда логин пароль арқылы. Егер сіздің жағдайыңызда болса, нөмірді таңдайсыз. Нөмірді таңдағаннан соң сіздің мына нөмір арқалы сол кезде кіретін болады, Бірақ SMS келеді. SMS-ті жазып тұрып, кейін кіріп кететін боласыздар. Бірақ оның да оңай жолды мен көрсетіп өтіп кетем. Қалай осы нөмірлерге де логин пароль ашып, SMS келмейтіндей етіп кіріп кете беретіндей етуге болады. Аккаунттың ішінен дополнительный пользовательге кіріп, өзіңіз аккаунттың ішінен Каспи аккаунт ашасыз, сол аккаунтты ботқа беріп қоясыз. Бот ешқандай сізге SMS-та еш нәрсе жібермейді, просто өзі кіріп, өзі өзгерте береді бағаларды. Түсінікті болды ғой, достар. Мына жерде название магазиніңіздің атына дұрыс жазуыңыз керек. Болмаса бағаны өзгертпейді, дұрыс жазуыңыз керек. Өйткені сіздің магазин тауып алады, осы магазинына бірінші орынға алып шығу үшін қалған магазиндар қаншалықты жоғары қойып қойды бағаны, төмен қойып қойды. Солардың төмен қоямын дейді, өзгертеді. Мына жерде Telegram ID керек емес. Қанша минуттан қарап тұрсын интервалы. Соны қойып қоясыз. Обычно 120 секундтан. 120 секундтан болса, 2 минуттан өзі қарап тексеріп тұра береді. Егер тауарларыңызда 30-дай конкурент болса, соған қойып қойсаңыз болады. Аз болса, 5 минут, 6 минут, секундқа байланысты қоясыздар. Изменитті басасыздар, болды. Изменитті басасыздар, достар. Қараңыздар, достар, изменитті бастық, бәрін дұрыс толтырдық, телефон арқалы кіремізге қойдық. Мен поштамен кіремін десеңіз, мына жерге поштаңызды қойып қойыңыз. Пошта арқалы, мына пошта арқалы кіріп кететін болады, достар. Соны қателеспей жазыңыздар. Бот дұрыс жұмыс істеу үшін. Скачатқа өтеміз. Міне сізге доступ ашылған. Мынаны скачат етіп аламыз. Скачат етіп алдық, міне. Міне көшіріп жатыр. Архивті ашатын боламыз. Windows 10 болу керек. Windows 10-нан жоғары, Windows төмен болса, Windows 10-нан төмен болса, істемейді бот. Міне запись етілді, рабочий столға аламызда, мына жерге бот деп создать етеміз. Бот дейсіз ба, өзіңіз түсінікті тілде жазсаңыз болады, өзіңіз түсінсеңіз болды, самый главный. Каспи бот бағаларды өзгертетін, болды. Мынаның ішіне тастаймыздар, бот папканың ішіне тастаймыз, болды. Извеличить етеміз.
Извлечить текущий папка. Міне, бот сохранить болды. Мынаны удалить етіп тастай берсек те болады. Price деген жерге не жазамыз? Мысал үшін SKU дегенге товардың SKU-сыны. SKU деген не? Әрбір товардың өзінің уникальный нөмірі болады. Сіздің аккаунтыңыздың ішінде бір-біріне ұқсайтыны болмайды. Әр қайсы уникальный нөмір болады. Сіздің товарлардың SKU-сы бұл. Каспийдің емес, е? Каспий аккаунттағы сіздің товарлардың SKU-сыны. Қазір көреміз. Аккаунтқа кіріп. Каспий. Міне достар, аккаунтқа кіреміз, товары деген жерге өтеміз да. Міне 96 товар тұрды, әрқайсының SKU-сы бар. SKU-ны мына жерден скачет етіп аласыз. Міне көрдіңіз бе? SKU деген мына нөмір. Осы нөмір арқалы мына жерден іздейді бот. Осы жерден іздейді, міне осыны табады. Көрдіңіз бе? SKU деген осы сіздің аккаунтыңыздағы сіз үшін берілген SKU бұл. Каспий магазинде көрінбейді бұл SKU. Қазір енді көрсетейін, тағы да бір толықтырып. Міне мынау десек, мынауды табады. Боттың жұмыс істеуі мына жерге тастайды, мынаны іздейді, осыны бағасын қарайды. Егер магазиніңіз төменде жатқан болса, жоғарыға алып шығады, бағаны өзгертіріп. Осыны жазып шығамыз. Қандай товарлардікі конкурентіңіз бар? Міне. Міне, мынаны бір четтен кіргізе береміз. Дұрыс толтырыңыздар, SKU-ны болмаса таппайды. Осыны копировать етесіз да. Мына жерге SKU деген жерде примерді алып тастайсыз. 1, 2, 3 дегенде. Барлығыңызда тұрады. Ол пример. SKU-ға тастайсыз. Excel-де біреулер білмейді енді, достар, құрметті достар. Мына жерге активный етіп былай басасыз, басқан кезде уже активный болғаннан соң Ctrl V-ні басыңыз. Пример, названияны да дұрыс толтырайық мына жерде. Названияны қай жерден аламыз? Міне, названия тұрыпты. Названия көкті көшіріп алыңыз, болды. Міне. Көшіреміз да, раз. Тастаймыз. Минимальный баға, мысал үшін, біздердің убиточный точка, егер осыдан төмен қойып қоятын болса, бот убиткаға кетеміз. Ең минимальный бағаны біздер үшін қойып қоятымыз боламыз. Мынау 59210. Егер бот бұны біздің конкурентіміз 49000-ға түсіріп жіберсе, қателесіп, бот бұны чтобы 49890-ға түсіріп жібермесін, одан арзан етіп. Мына бағаны копировать етіп, жоқ, бағаны копировать етпейміз, біздердің бағамыз 55000-нан түсіп кетпесін, мысал ретінде. Минимальный баға мына жерде 55000. Осы товарда демпинг 3 теңге түсірсін бе, 1 теңге ме? Мен айтып қоям, 1 теңге мысалы, 1 теңге жеткілікті. Егер менің отзывым жақсы болса, егер менің жаңағындай нем жақсы болса, рейтингім жақсы болса, 1 теңге жеткілікті. Егер де сіздің мысалға рейтингіңіз төмен, жаңағындай отзывтарыңыз жаман болса, онда 100 теңге, 200 теңге хотя бы разница қоюыңыз керек болады. Өйткені сіздің 1 теңгеге бола көп адам риск етпейді. Мысалға, сіз бірінші орында тұрсыз, сізде вообще отзывта жоқ, рейтингде жоқ, ал сіздің конкурентіңіз 1 теңге, 2 теңге төмен астында тұрды, онда отзывы бар, рейтингі бар. Мен 1 теңгеге бола, зачем мен риск етем? Мен астындағы магазиннен сатып ала берем, құрметті достар. Соның үшін мына жерде сәл көбірек қоясыздар демпинг, именно сол товарға. Максимальный баға не үшін керек? Бот мысал үшін конкуренттерде товар таусылды осы товар, обратный тағы да максимальный бағаға алып кеп қояды. Мысал үшін максимальный баға 65000-ға қойып қой десем, болды, бот 65000-ға алып кеп қояды, достар. Соны обязательно осылай жасап шығыңыздар. Мысалға тағы да бір товар көрсетіп жіберем. Міне, мына товардың SKU-сын алдыңыз бірінші. Міне, кірдіңіз да, мына жерге жаздыңыз, міне. Енді осының біздер названиясын аламыз. Міне, мынау екінші копировать етеміз да, названиясын аламыз. Міне, названиясын алдық та қойдық.
Ештеңе етпейді, мына көк болып түсіп кетсе де. Мына жерде қателесіп кетіппін, 55 мың. Мына жерде так 60 неше мың, бұл 60 мыңнан түсіп кетпеу керек. Минимальный баға деймін, демпингді 1 теңге жасай бер. Да деген қосылсын ба, нет десеңіз ол істемейді. Даны басып кетесіз, обязательный. Даны басып кетеміз. И максимальный баға 70 мың деп қоям. Анаға көтеріліп. Енді өзіңіздің жағдайыңызға қарайсыз әрқайсында. Мына жерде қараймында минимальный баға 60 мың деп қоям. 60 мың. Болды. Енді мынаны басып сохранить етіп қоясыз, флешканы басып. Немесе сохранитті басасыз, болды, шығып кетесіз, мынандай етесіз та, болды. Бұл сохранить болды. Міне ашып көрсек, сохранить болды, дұрыс болды. Болды, осылай толтырасыз, достар, лишний, не керек емес. Бір рет қана толтырасыз, қалғанына боттың өзі жасай береді. Міне қосатын болсақ, мысал ретінде осыны, ботты ашамыз. Қазір көрсетіп жіберем. Міне бот өзінің жұмысыны бастады, проверканы бастады. Міне осылай проверка жасай береді. Көрдіңіз бе? Міне мына жерде артикул бойынша істеп жатыр. Кедергі келтірмейміз ботқа, мысалға жұмыс істеп тұрған уақытта басып, қосылып олмен. Просто бұны чекке алып қоясыз, өзіңіздің браузеріңізде жұмыс істей бересіз. Бұл бағаларды өзгертіп, проверка ете береді. Мысалы үшін, міне проверка етіп бастады. Анада міне бағаны өзгертті, көрдіңіз бе? Уже бірінші орынға шығады. Мына жерде конкурент бағар екен, бағаны өзгертіп қойды осылай. Болды, бұл сізге мешет етсе, төмен түсіріп қоясыз, міне былай. Болды, енді мешет етпейді, өз жұмыс істеп тұра береді. Ұйықтайсыз ба, басқа ма? Болды, құрметті достар. Осылай сіздерге ашып беретін болам, 5 күн рахаттанып істете бересіздер, құрметті достар, я? Егер түсінікті болмай жатқан болса, сұрақ ретінде комментарияға міндетті түрде қойыңыздар. Комментарияға доступ ашқызу үшін Каспи бот өзіңіздің юзер атауыңызды қойып кетесіз, регистрациядан өткен уақытта атыңызды. Соған қарап доступ ашамын. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.